Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу достар, ерлер арасында 170 фунт салмақта өтетін қазақстандық жанкүйерлер, яғни барлығымыз асыға күтіп отырған біз үшін ең маңызды кездесулердің бірі. Чемпиондық кездесу. Дәл қазіргі чемпион американдық Палестин жауынгері Белал Мухаммад пен оның қарсыласы нөмір 4-ші орында тұрған австралиялық Джек Делла Мадалена арасында өтетін титулдық кездесу болмақ. Біз білетіндей, әрине UFC-дің бастапқы жоспары бойынша Белал Мухаммад пен Шавкат Рахмонов UFC 310 турнирінде, яғни өткен жылдың желтоқсан айында жолығу керек болатын. Бірақ та турнир басталуына небәрі 4-5 апта қалған кезде Белал Мухаммадтың жарақат алуына байланысты бұл кездесу орын алмай қалды. Бірақ та соған қарамастан біздің жауынгер Шавкат Рахмонов сол картта қалуды шешім қабылдап, сол кездегі нөмірі 7-ші орында тұрған рейтингтегі ирландиялық Иэн Герри мен нөмірі 1-ші үміткер кім болады деген керемет кездесу өткізген болатын. Сол кездесуде өте тартысты кездесуде Шавкат Рахмонов 48-47 есебімен Иэн Герриді жеңіске жеткен болатын. Сол жеңістен кейін барлығымыз әрине Шавкат Рахмонов міндетті түрде келесі жолы Белал Мухаммадтың ең алғашқы титулдық белбеуін қорғайтын кездесуіне шығады деп күткен болатынбыз. Және де UFC-ның бастапқы жоспары бойынша бұл кездесу UFC 315 турнирінде Канаданың Монреал қаласында орын алу керек болатын. Барлығымыз күткендей, осы UFC 315 турнирінде Шавкат Рахмонов пен Бекзат Алмахан екеуі қатар өнер көрсетеді деп күткен болатынбыз. Бірақ та өкінішке орай ақпан айында шыққан жаңалықтарға байланысты және де Дана Уайттың жалпы ресми мәлімдемесіне байланысты өкінішке орай Шавкат Рахмонов титулдық белбеуге шықпас бұрын жарақатын 100% толықтай емдеуге шешім қабылдаған екен. Осыған да байланысты нөмір 5-ші орында тұрған Джек Делла Мадалена титулдық белдесуге шығып отыр достар. Ты серьезно? Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік дәл қазіргі чемпион Белал Мухаммадты анық фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей Белал Мухаммадтың жалпы кардиосы, яғни 5 раунд бойы жұмыс істеуі өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің тік тұрып соғысуының өте керемет деңгейге, жақсы деңгейге жеткенін өзінің соңғы кездесуі Леон Эдвардсқа қарсы өткізген кездесуі дәлел. Сонымен қатар бұл жауынгердің күрес стилі мен ground and pound стилінің өте жақсы деңгейде екенін атап өтейік. Ал австралиялық Джек Делла Мадаленаға келетін болсақ, бұл жауынгердің тік тұрып соғысу стилі, бокс стилінің өте жақсы деңгейде екенін білеміз, керемет деңгейде екенін білеміз достар. Бірақ та бұл жауынгердің өкінішке орай грэпплинг стилі мен джиу-джитсу стилінің, күрес стилінің өте әлсіз екендігін байқауға болады. Өйткені біз білетіндей Джек Делла Мадалена өзінің соңғы кездесуінде бразилиялық Гилберт Бернске 3 раунд бойы жеңіліп жатып, кездесу аяқталуына небәрі 45-40 секунд қалғанда Гилберт Бернсті техникалық нокаутпен жеңіске жеткенін білеміз. Және де сол кездесуде 3 раунд бойы Гилберт Бернс осы Джек Делла Мадаленаға ешқандай мүмкіндік бермеу арқылы төрешілердің есеп қағаздарында алда келе жатқан болатын. Вот это поворот! Қос жауынгердің соңғы өткізген 3 кездесуіне тоқталатын болсақ, дәл қазіргі чемпион Белал Мухаммад өзінің соңғы кездесуін біз білетіндей UFC 304 турнирінде өткен жылы шілде айында өткізген Ұлыбританияның Манчестер қаласындағы турнирінде сол кездегі чемпион Леон Эдвардсты 5 раунд бойы доминантты түрде жеңіске жету арқылы белбеуді тартып алған болатын. Ал оның алдындағы UFC 288 турнирінде біз білетіндей Белал Мухаммад 5 раундтық кездесуде бразилиялық Гилберт Бернсті жеңіске жеткенін білеміз достар. Ал оның алдындағы кездесуде біз білетіндей Белал Мухаммад көпшілікті таңғалдыру арқылы сол кезде жеңілмей келе жатқан американдық Шон Брейдиді UFC 280 турнирінде техникалық нокаутпен жеңіске жеткенін білеміз. Ал оның қарсыласы Джек Делла Мадаленаға тоқталатын болсақ, Джек Делла Мадалена жоғарыда атап өткендей өзінің кездесуін бір жылдан аса уақыт бұрын UFC 299 турнирінде бразилиялық Гилберт Бернске қарсы өткізген болатын. Сол кездесуде бұл жауынгер Гилберт Бернсті 3-ші раундта нокаутпен жеңіске жеткенін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде Джек Делла Мадалена Кевин Холландты төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде бұл жауынгер Басил Хафесті екі төрешінің басымдылық шешімімен жеңіске жеткенін атап өтейік. Менің ойымша бұл кездесуде Белал Мухаммад Джек Делла Мадалена төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Өйткені қай жағынан алып қарасақ та Белал Мухаммадтың жеңіске жетуі біз үшін қазақстандық жанкүйерлер үшін өте тиімді болмақ. Біріншіден, егер Белал Мухаммад жеңіске жететін болса, нөмір 1-ші орында тұрған Шон Брейдиге қарсы
рематч, яғни реваншқа қарағанда Шавкат Рахмоновпен тың кездесу өткізу UFC үшін де, сонымен қатар UFC-дің промоутерлары мен барлық жанкүйерлер үшін де өте қызықты болмақ. Және де сонымен қатар бұл кездесу жалпы pay-per-view, яғни ақылы трансляция сатуға өте тиімді болмақ. Ал біз білетіндей көп жағдайда UFC рематч, яғни реванш өткізуді онша ұната бермейтінін білеміз достар. Екіншіден, егер де Джек Дале Мадалена Белал Мухаммадты жеңетін болса, осы 170 фунт салмаққа дәл қазіргі жеңіл салмақтың чемпионы Ислам Махачевтің көтерілуі әбден мүмкін деген үлкен сыбыстар жүргенін барлығымыз білеміз достар. Үшіншіден айтатын болсақ, Белал Мухаммадтың жеңіске жетуі осыған дейін 2 мәрте болмай қалған Шавкат Рахмоновпен кездесудің нүктесін қоюға үлкен себеп болатыны анық достар. Әрине барлығымыз білетіндей, Ұлыбританияның Лондон қаласында өткен UFC Fight Night-тағы Шон Брейдидің Леон Эдвардсты доминантты түрде сабмишнмен жеңіске жетуі осы 170 фунт салмақтағы рейтингке үлкен өзгерістер алып келгендігін білеміз. Және де сол жеңіс арқылы Шон Брейди де өзінің титулға лайық екендігін, Белал Мухаммадпен рематч, яғни реванш өткізуге әбден лайық екендігін атап өтіп жүр достар. Және де өзіміз білетіндей, осыдан 2 апта бұрын орын алған UFC Канзас Ситиде орын алған Иэн Мачадо Герри мен оның қарсыласы Карлос Пратестің арасындағы кездесуден кейін де ирландиялық жауынгердің де дәл қазіргі сәтте үлкен талқыға түсіп жүргендігін білеміз. Естеріңізге сала кетейік, осы UFC 315 турниріндегі сақтандырушы жауынгер ретінде дәл осы Иэн Мачадо Герри болмақ достар. Және де Карлос Пратеске қарсы өткізген кездесуден кейін, өзінің жеңісінен кейін Иэн Мачадо Герри журналистерге берген сұхбатында баспасөз мәслихаты барысында үлкен хабарламалар тастағанын да білеміз достар. Иэн Герридің ойы бойынша да ол да титулдық бәсекеге әбден лайық жауынгер екендігін де атап өтіп жүр. Жалпы атап өтетін нәрсе, осы 170 фунт салмақтағы 77 кг салмақтағы дәл қазіргі жауынгерлердің кездесулері үлкен талқыға түсуде. Әрине осы талқыға түсу барысында біздің Шавкат Рахмонов жақын арада қатарға тез қосылады деген үміттеміз достар. Олай болмаған жағдайда әрине біз білетіндей жоғарыда атап өткен жауынгерлермен қоса, осы маусым айында өтетін Хоакин Бакли мен Камару Усман арасында кездесудің жеңімпазына да титулдық мүмкіндік берілуі әбден мүмкін достар. Достар, жалпы UFC 315 турниріне байланысты ойларыңызды міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Бастысы каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Белал Мухаммад пен Джек Дале Мадаленаға қатысты ойларыңызды міндетті түрде жеке жаза кетіңіздер достар.